мен ойлар басым болды. Құдасы кенеттен: "Жанна апай, мен сізге ашық айтқым келеді. Біз қарым-қатынасты ары қарай дамытуымыз керек пе?" деді, көзіне тура қарап. Жанна бірден үнсіз қалды. Сол сәтте жүрегінде қорқыныш, үміт және тартымдылық араласты. Ішкі жанарында ойлады: "Қоғам не дейді? Достар не дейді? Бірақ жүрегім не қалайды? Мен сезімімді жасырмаймын, бірақ бұл оңай болмайтынын білемін", деді Жанна ақырын, даусы сәл дірілдеп. Құдасы оның қолын ұстап: "Мен түсінемін, біз бәрін бірге шешеміз, бірақ мен шынайы сезімімді жасырмаймын", деді ол жұмсақ, бірақ сенімді үнмен. Бірақ кенет кафе есігінде таныстар мен бұрынғы жұмыс әріптестері пайда болды. Олар Жаннаны көріп таңғалса, біреуі сыни пікірін айтты. "Жанна апай, бұл қарым-қатынас дұрыс па? Ол сізден жас кіші ғой", деп сәл өкпелі. Жанна ішкі жанарында қобалжығанмен, құдасы оны қолдап: "Әркім өз өмірін өзі шешеді, біз бәрін бірге сынап көреміз", деді әзіл қосып. Жанна тыныс алды. Ішкі қорқынышқа қарамастан, құдасының сөздерінен күш алды. Сол сәтте ішкі жанарында ойлады: "Иә, мен қорқам, бірақ енді өз сезімімді тыңдаймын. Мен жоқ деп айта алмаймын". Кештің соңында олар бірге кафеден шықты. Ауа таза, жеңіл жел соғып тұрды. Жанна құдасына қарап: "Мен сізбен болуға дайынмын. Қиын болса да, жүрегім сізді қалайды", деді ол ақырын. Құдасы күліп қолын қайтадан оның қолына сәл кигізді. "Мен де тек сізбен бірге болғым келеді", деді. Сол сәтте Жанна түсінді. Енді қарым-қатынас тек эмоция мен тартымдылық емес, шынайы шешімдер мен ортақ сенімге негізделетін болды. Ал алдағы сынақтар мен қиындықтар оларға тек сенімділік пен жақындық әкелетін еді. Жанна мен құдасы қала сыртындағы демалыс аймағына қайта шықты. Бұл жолы олардың қарым-қатынасы бұрынғыдан да терең. Бірақ ішкі шиеленіс әлі бар еді. Жас айырмашылығы, қоғамның пікірі, жеке қорқыныштар. Сол күнгі күн ашық, ауа таза. Құдасы Жаннаны қолынан ұстап, шағын саябақтағы ескі ағаштардың көлеңкесіне апарды. "Мен сізге бір нәрсе айтқым келеді", деді құдасы жүрегі дүрс ете отырып. "Айтыңыз, мен тыңдаймын", деп Жанна жауап берді, ішкі сезімін тыя алмай. Құдасы кішкене жақындап, оның қолын мықтап ұстады. "Мен сізді жақсы көремін. Жас айырмашылығымыз маңызды емес. Мен тек сізбен бірге болғым келеді", деді ол, даусы жұмсақ әрі сенімді. Жанна бір сәт үнсіз қалды. Жүрегі дүрс ете түсті. Ішкі жанарында ойлады: "Мен 54-ші темін, бірақ жүрегім оған толық сенеді. Мен өз сезімімді тоқтата алмаймын". Сол сәтте олар бір-біріне жақындап, жеңіл құшақтасып қалды. Бұл тек алғашқы жанасу еді, бірақ Жанна үшін үлкен қадам болды. Оның ішкі сезімі қорқыныш пен қуаныш, тартылыс пен жауапкершілік араласқан. "Сіз қорқасыз ба?" деді құдасы оның көздеріне қарап. "Иә, бірақ мен сізге сенемін", деп Жанна ақырын жауап берді. Олар саябақтағы орындыққа отырды. Бір-біріне жақындап, күннің батысына қарап отырды. Әрбір тыныс, әрбір жанасу олардың арасындағы сенімділікті арттырды. Біраз уақыттан соң құдасы әзіл қосып: "Міне, енді біз ресми түрде демалыс серіктестерміз", деді жеңіл күлкімен. Жанна да күліп, ішкі қобалжуын жеңуге тырысты. "Иә, демалыс серіктестері, бірақ менің жүрегім ресми емес", деді ол сәл қызарып. Кештің соңында олар бірге үйге қайтқанда, Жанна ішкі жанарында түсінді. Енді қарым-қатынас тек флирт пен әзіл ғана емес, шынайы эмоционалды жақындыққа, сенімге және терең сезімдерге негізделетін болды. Ішкі ой: "Мен 54-ші темін, бірақ енді сезімімді тоқтата алмаймын. Біз бірге боламыз, қиын болса да, жүрекке сенемін". Кейінгі кездесулерде Жанна мен құдасы бір-біріне әлдеқайда жақындады. Бірақ олардың қарым-қатынасы қоғам алдында алғаш рет сынаққа түсті. Бұл жолы олар бірге Жаннаның қаладағы бір туған ағасы мен бірнеше танысымен кездесу үшін шақырылды. Әдеттегі достық кеш емес, бұл олардың қарым-қатынасына тікелей сын болатын сәт еді. Ағасы бірден: "Жанна, сенің жас айырмашылығыңды қарасам, бұл расында дұрыс па?" деп сәл таңғалып айтты. Жанна сәл ыңғайсызданды, бірақ құдасы оны қолдап отырды. "Әркім өз өмірін өзі шешеді. Біз бәрін бірге сынаймыз", деді ол әзіл қосып, бірақ сенімді үнмен. Таныстары әртүрлі реакция көрсетті. Біреулері қызығып, біреулері сыни пікір айтып, кейбірі жай ғана таңданды. Бірақ кенеттен әңгімені естіген бір таныс қатты дауыс көтеріп: "Сіз оны шын сүйесіз бе? Немесе бұл тек қызығушылық па?" деді
сәл ренжіген тонмен. Жанна ішкі жанарында дүрс ете түсті. Мен 54-ші темін. Енді жоқ деуге болмайды. Жүрегім сенімді. Ол тыныс алып шынайы жауап берді. Мен шын сүйемін. Бұл жас айырмашылығына қарамай менің сезімім таза және шынайы, деді ол. Даусы дірілдегенмен сенімді. Құдасы оның қолын ұстап көздеріне қарап. Сізді қолдаймын, Жанна апай. Біз бірге боламыз, деді жұмсақ, бірақ мықты үнмен. Сол сәтте ағасымен таныстар сәл үнсіз қалды. Ал Жанна ішкі жанарында: мен қорқамын, бірақ енді ештеңеден тартынбаймын. Біз бірге боламыз. Кештің соңында олар далаға шығып, таза ауада тыныс алды. Жанна құдасына қарап: мен енді қорықпаймын. Біз бірге боламыз, деді ол жеңіл күлкімен. Иә, біз бірге боламыз. Қиындық болса да бәрін жеңеміз, деп жауап берді құдасы. Бұл кездесуден кейін Жанна мен құда арасындағы қарым-қатынас тереңірек болды. Олар тек эмоцияға емес, шынайы шешімге, сенімге және бір-біріне қолдау көрсетуге негізделетінін түсінді. Келесі аптада Жанна мен құдасы бірге қала сыртына демалысқа шықты. Бұл жолы саяхатқа тек екеуі ғана, ешкім араласпайтын тыныш аймаққа барды. Бірақ оларды күтпеген сынақ күтіп тұрған еді. Саяхат кезінде кенеттен ауа райы нашарлап, жеңіл жаңбыр жауды. Құдасы алдын ала дайындықсыз келгендіктен екеуі шағын ашық алаңда қалды. Жанна сәл қобалжыған, ал құдасы тыныштық сақтауға тырысты. Жанна апай, қорықпаңыз, бәрі жақсы болады, деді ол қолын ұстап. Иә, бірақ мен біраз қобалжып тұрмын, деп жауап берді Жанна сәл дірілдеген даусымен. Жаңбыр астында олар бірге паналауға тырысып, бір шатырдың астына кірді. Бір-біріне жақындаған сәтте құдасы жеңіл күлкімен: міне, енді біз шынайы команда болдық, деді. Жанна да күліп, бірақ ішкі жанарында ойлады: бұл тек физикалық жақындық емес, біз бірге сынақтан өттік. Жүрегім оны мойындады. Біраз уақыт өткен соң жаңбыр тоқтап, күн шықты. Бірақ олар екеуі де аздап сулап, салқындық сезінді. Құдасы Жаннаны қолынан ұстап: біз бәрін бірге еңсереміз. Бұл кішкене сынақ бізді тек жақындастырды, деді жылы үнмен. Жанна ішкі жанарында сезінді. Бұл сынақ олардың арасындағы байланысты нығайтып, сенімділікті арттырды. Екеуінің арасындағы алғашқы қиындық енді жеңіл күлкімен бір-біріне деген сүйіспеншілікке айналды. Мен енді ештемеден қорықпаймын. Біз бәрін бірге өткере аламыз, деді Жанна. Иә, біз бәрін бірге еңсереміз, деп қуанышпен жауап берді құдасы. Кештің соңында олар шағын саябақта отырғанда, күннің батысына қарап, бір-бірінің қолын ұстап отырды. Жанна түсінді. Қарым-қатынас енді тек эмоция емес, нақты сынақ арқылы шынайы сенім мен махаббатқа айналды. Жанна мен құдасы бір-бірін толық түсініп, сенім мен сүйіспеншілікке негізделген қарым-қатынасқа қол жеткізді. Екеуінің арасындағы жас айырмашылығы, қоғамның қысымы және өткен өмірдің ауыртпалығы бәрі бірге еңсерілді. Бұл жолы олар қала сыртына шағын демалысқа шықты. Күн ашық, ауа таза, саябақта адамдар аз. Екеуі бірге жайлы орындыққа отырып, қол ұстасып отырды. Жанна апай, біз бәрін бірге еңсердік. Қиындықтар болды, бірақ бәрі осындай сәттер үшін, деді құдасы жеңіл күлкімен. Иә, мен енді қорықпаймын. Біз бірге боламыз, бәрін бірге өткіземіз, деді Жанна, көзінде жылылық пен сенім бар. Бірнеше минут үнсіздікпен отырғанда Жанна ішкі жанарында ойлады: мен 54-темін, ол 38-де. Бірақ енді жас айырмашылығы маңызды емес. Біз бір-бірімізге толық сенеміз. Бұл қарым-қатынас шынайы, ештеңеге тәуелді емес. Құдасы кенет қолын Жаннаның иығына қойып: болашақта да осылай бірге боламыз. Әр сәтімізді бағалаймыз, деді жылы үнмен. Жанна күліп, оған жақындап: менің жүрегім сізге толық сенеді, деді. Осы сәттен кейін олар саябақта бірге ұзақ серуендеді. Бір-бірімен әзілдесіп, өткен қиындықтарды еске алып, болашаққа жоспар құрып отырды. Екеуінің қарым-қатынасы енді тек эмоция емес, нақты сенім, сүйіспеншілік пен ортақ шешімге негізделген. Қорытынды ой. Біз жас айырмашылығы мен сынға қарамастан бірге болдық. Қиындықтар болса да, шынайы сезім мен сенім бәрін жеңеді. Бұл қарым-қатынас біздің екеумізге арналған шынайы махаббаттың үлгісі. Келесі күннен бастап Жанна мен құдасы бірге өмір сүруді, қызықты кездесулер мен жаңа тәжірибелерді бөлісуді жалғастырды. Олар енді әр сәтін бағалап, бір-біріне толық сенім мен сүйіспеншілік сыйлайтын болды. Финал. Жанна мен құдасының махаббаты жас айырмашылығына қарамай, қоғам сындарын еңсерген, шынайы сенім мен эмоцияға негізделген махаббат үлгісі болды. Олар бірге болудың қуанышы мен қиындықтарын бірге қабылдап, болашаққа сеніммен қарады.